сіздермен бірге жүз жаса каналы банан қабығының адам ағзасы үшін қаншалықты пайдалы екенін айтатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Таяуда ғана ғалымдар банан қабықшасы адамның көңіл күйін көтеруге арналған қасиеті бар екенін анықтады. Сондай-ақ қабықшада жел ауруы мен макулярлық дегенерацияның дамуына жол бермейтін лютеин көп екен деп айтады. Банан қабықшасында ішек жұмысын реттейтін өзек бар. Сонымен қатар оның құрамында магний, калий, А, С, В6, В12 дәрумендері ақуыз көп кездеседі. А дәрумені тістер мен жұмсақ тіндер үшін пайдалы болса, В6 дәрумені иммунитетті сақтап, ми мен жүректің қалыпты жағдайына жауап береді. Сондай-ақ ол қандағы қант құрамын реттеп, көңіл күйді жақсартады. Ал В12 дәрумені бас миы мен жүйке жүйесі үшін пайдалы болып табылады. Ендеше, банан қабықшасының біз білмейтін пайдасына тоқталайық. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін, тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы, әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 рет қайталап тұрыңыз. Жараны да жазады. Бананның қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күюден жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуына пайдалы болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараға немесе шағылған жерге қойып таңып тастаймыз немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше рет осылай істеңіз. Жара тез жазылып кетеді. Сүйелді де кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен сүйелдің үстіне қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп тұру керек. Кейбір сүйелдер бір аптада кетсе, кейбіреулердің кетуі үшін 1 айдай уақыт қажет. Көпшілікке тараған псориаз мен безеуді де кетіреді. Псориаз мен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабатымен қабынған жерлерге сүртіңіз. Бірнеше күннен кейін өзгерістерді өзіңіз-ақ байқай бастайсыз. Бананның қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай болғандықтан теріге де өте пайдалы. Күнделікті оны бетіңізге, мойныңызға сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы.